Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен қыстық салатымның рецебімен бөліскім келіп отыр. Бұл салатқа бізге қияр, сәбіз, уксус, тұз, қант, май, чеснок қажет болады. Ал ащыбыш өздеріңіздің қалауларыңызбен қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Ащыбыш қоспаса да дәмі жақсы болады. Сонымен біздің таза ыдысымызға қияр саламыз. Қиярды ұзыншалап кесіп саламыз. Оның үстіне күштен өткізілген сәбізімізді саламыз. Сонан соң чеснокты саламыз. Тұз саламыз. Сонан соң ұсақтап туралған бұрышты саламыз. Келесі кезекте қантымызды саламыз. Үстіне майды құйып, сонан соң уксус құямыз. Уксус 9% болу қажет. Бұл салатты қорықпай жасай жіберсеңіздер болады. Өйткені мен бұл салатты 10 жылдан бері жасаймын. Бұл салатты мамам, яғни енем үйретті. Қорықпай жасай беріңіздер достар, ешқандай да атылмайды. Дәмі керемет. Сонан соң бетін жауып 2 сағатқа қойып қоямыз. Міне салатымыз дайын болды. Осылай да қонақтарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Түсі бәрі міне керемет, дәмі да керемет. Салатымыз дайын болды. Енді стерилизовать еткен банкімізге жақсылап салатымызды суын бәрін жақсылап бөліп саламыз. Банкілерге салаттарымызды бөліп салып болғаннан соң кастрюльге тряпка аламыз да астына саламыз. Үстіне су құйып, оның үстіне банкілерімізді саламыз. Тряпканы салу себебіміз банкілеріміз сынып қалмау үшін. Осы салған банкілерімізді 20 минут қайнатамыз. Жай отта 20 минут қайнатып алғаннан соң қақпақтарын жақсылап жабамыз. Міне сонымен салатымыз дайын болды. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазыңыздар.